Баршаңа сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео Back to School. Қайтадан мектепке. Бұл менің осындай темадағы ең соңғы видеом шығар, себебі мен 11-ші сыныпқа көшіп жатырмын, ең соңғы оқу жылы. Бүгінгі видеода сіздер менің осы 11-ші сынып оқу жылына алған оқу құралдарымды көретін боласыздар. Ал ендеше кеттік. Ең бірінші сіздерге дәптерлерден бастап көрсеткім келіп тұр, себебі оқу құралдарының ішінде дәптерлер маған ең қызықтысы. Осы оқу жылына арнап алған дәптерлерім осыншалық. Ең қатты ұнайтыны осы бір дәптер. Және осындай дәптер бар. Осындай түрлі түсті апельсинмен жасалған дәптер. Және екі бірдей сериядан дәптерлер. Екеуі де гүлдерменен жасалған. Келесі осындай қызықты стильменен жасалған дәптер. Осындай тәтті тамақтармен жасалған дәптер. Келесі осындай бір гүлдермен жасалған дәптер. Бір теор литература пәндік дәптері жүр. Бұл менде алдыңғы жылғыдан қалған дәптер. Осындай қарапайым түрде дәптер. Цветі өте қатты ұнайды. 96 беттік екі дәптер. Бұлар маған алгебра және геометрия сабағына қажет, себебі менің отбасымның дәстүрі бойынша біздер математика пәніне осындай 96 беттік дәптер бастаймыз. Бұл дәптер оқу жылының басынан оқу жылының аяғына дейін жетеді, яғни барлық информациялар, барлық формулалар барлығы бір дәптерде тұрады. Жоғары сыныпқа барған сайын әдемі елде жоқ оқу құралы алу қатты маңызды емес. Білмеймін ол қалай екенін, бірақ та солай маған оқу құралы алу қазір қатты қызықтырмайды десем болады. Қарапайым дәптерлер бұларда қажет болады. Және осындай бір простой күнделік, 5 күндік стикер, алдыңғы жылғыдан қалған стикерлер негізі өте қатты қажет болады. Фан встречада берген сыйлықтарым болатын, осыларды мектепке ұстайтын боламын. Әртүрлі нәрсе жазып қоюға қажет болады. Подписчиктеріме көп рахмет. Енді қалған ұсақ түйектер қалды. Олар менде ручкалар. Осындай ручкалар и мындай простой ручкалар. Корректор или штрих. Білмеймін, әр жерде әртүрлі айтады. Простой карандаш. Және де сызғыш. Дәптер кітап қаптары менде алдыңғы жылғыдан қалғандар өте көп бар. Соларды қолданатын боламын. Және осымен болған сияқты. Қазір сіздерге бір киім үлгімді көрсетіп шығайын. Осындай әдемі ақ түсті рубашка. Үлгісі өте ерекше жасалған. Рубашка туралы басқа не айтуға болатындығын білмеймін. Маған ұнағаны осы болды. Менің мектебімнің формасы қою көк түсті болғандықтан астыға осындай түсті юбка алдым. Сонымен қатар менің мектепке арналған басқа да киім үлгілерімді көргілеріңіз келсе, сіздерді Instagram парақшама шақырамын. Сілтемесі астында болады. Instagram парақшама салатын боламын. Бүгінгі видеом осымен аяғына жетті. Мен 11-ші сыныпқа дайынмын, мектепке дайынмын. Енді 1 сентябрьді күтіп, мектепке бару қажет. Мен бүгінгі видеом аяқталды. Сіздерге бұл видеоны лайк қойып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, пока.